түсетінін білесіңдер, иә? Біздің өміріміздің табиғаты өте әсем, қысы қысқа жылы, жаз аптап ыстық әрі ұзақ болып келеді. Осындай жылы өлкемізде көптеген дәрі-дәрмек шығаратын өсімдіктер өседі екен. Өздерің көріп тұрған өсімдіктердің барлығынан адамның денсаулығын ауырған кезде емдейтін дәрі-дәрмектер шығаратын шөптер екен. Мынау бірінші тұрған дермене деген шөп, өгей шөп, дәрілік жалбызтіген, самарқан салаубасы, бұлардың барлығынан ішек құрт ауруына, асқазан, өл, бас ауруларына қажетті бүйрек деген сияқты адамдардың ауырған кезде емдейтін дәрілер жасайды екен. Сонымен қатар балалар, мынау көріп тұрған өздерің көріп тұрған тастардан бұлар пайдалы қазбалар, мынау кентау, аш